достар, бүгін сіздермен 4-ші файлда берілген грамматикамен танысамыз. 4a тәуелдік есімдігі туралы. Possessive тәуелдік есімдігі whose кімдікі деген сұрақ. Бұған қатысты 4 ереже беріледі. Бірінші ереже біз адамға бір заттың қатысты екендігін көбінесе дейді to talk about family дейді. Яғни семья туралы айтқанда немесе тәуелді зат бір нәрсенің тәуелді екендігін білдіргенде біз осы possessive as тәуелді есімдігін қолданамыз дейді. Мысалы, he is a Brad Pitt's brother. Ол Brad Pitt'тің інісі, яғни Гүлнардың, Жанардың, Айманның, Мараттың дегенде дің, тің, ның деген жұрнақтарды мынау тұрған адамнан кейінгі апостроф, одан кейін с деген мынау біздің қазақша ның, дің, тің деген жұрнақтар екен. Бірақ оны кез келген жерге жапсыра бермейді екенбіз. Яғни нақты адамның, Гүлнардың абысыны, Айнұрдың жеңгесі, Мараттың келіні деп айтқан кезде осы possessive as қолданады екенбіз. Келесі екінші, көпше түрде тұрса дейді, ата-аналар дегенде it's my parents' car. Менің ата-аналарымның машинасы дейді. Егер көпше түрде тұрса, онда өзі көпше түрде тұр s. Оның үстіне просто апостроф өтірік қоямыз. Болды. Одан кейін ереже. Зат есімдер біз өткен сабақта айтып кеткенбіз. Бала, балалар, әйел, әйелдер дегендерші. Child, children, man, woman деп, әріптер түбірімен өзгереді. Міне осыған тоже қолданылады екен. Сонда балалардан бөлмесі дегенде children, одан кейін апостроф s, балалардың, яғни жалғадық бөлмесі. Men's clothes, еркектердің киімдері. Көрдіңіздер ме? Келесі ереже. Жаңағы тәуелділікті сұрайтын сұрақтар. Мынау кімдікі? Whose is this bag? Мынау сөмке кімдікі? Мынау кімнің сөмкесі бұл? Деген сұрақтар қойған кезде жауап береміз. It's Maria's bag. Марияның сөмкесі немесе ол Мариянікі дейміз. Сонда it is ол болады to. Марияның сөмкесі немесе ол болады Мариянікі. Яғни мына жерде екі s тұр, шатасып қалмаңыз. To мен тәуелді есімдігінің есін шатасып бармаңыз. Одан кейін әдетте біз s-ті қолданбаймыз дейді. Мынандай заттарға дейді. The city center дегенде, end of the class деген кезде, яғни сабақтың соңы дегенде, the classes end деп айтпайды екенбіз. Бұл жерде end of the class болады. Бірақ of туралы мына жерде айтпапты. Мен қосып айта салайын. Center of the city болады. The center of the city. Яғни of деген болады мына жерде. Апостроф s келмейді екен. Be careful with it can be two things дейді. Жаңағы Марияның мамасы. Мария is Spanish дегенде to be тұр мына жерде. Мария является испанкой деген. Осы жерден шатастырып қалмаңыз. Жазбаша түрде дейді. Ауызшада онда шатаспайсыз. Who is that girl? She is my sister. Анау қыз кім? Ол менің сестрам. Whose is bag? It's Jack's. Jack'тың сөмкесі. Whose and the whose is pronounced the same. Екеуі де бірдей мағынаны білдіреді дейді. Міне 4-ші юнит бойынша грамматика осы екен. Ал енді 4-ші юнитті жалғастырамыз. Ары қарай family photos деп бағана мен ережелі кезінде айтып кеттім. Тәуелді есімдер көбіне семьяға қатысты көп айтылады. Жаңағы мамамның келіні, атамның інісі деген кезде. Енді осыны ары қарай ашып, қалай ситуацияда қолданылады дейді. Grammar possessive whose. You can look at the title of the article and the photo of the dog. Who do you think his brother is? Do you think it's a good or bad to have a famous person in your family? Famous person деген семьяңда атақты адам болғаны сенің ойыңша жақсы ма, жаман ба дейді.
With the article, now do you know who Doug's brother is? Doug'стың інісі кім дейді, иә? Ал енді оқиық. I'm not famous, but my brother is. Мен атақты емеспін, бірақ менің бауырым или інім атақты дейді. Doug is a businessman and a photographer. He is also a founder of Care to Learn, an organization which helps poor children in the USA to do well at school. He is married with 3 children, and he and his family have a normal life. But for many people, he is always Doug's brother. Doug's мына жерде ағасын айтып тұр, иә. Даг атақты бизнесмен және фотограф түсіруші. Ол Care to Learn деген жаңағы ұйымның бастығы, основатель деген негізін қалаушы. Организация which helps poor children in the USA дейді. ақш-тағы кедей балаларға көмектесетін ұйым дейді. To do well at school, мектепте үлгерімін жақсарту үшін арнайы ұйымдастырылған ұйым екен. He is married with 3 children дейді. Үйленген 3 баласы бар. Оның семьясы normal life дейді. Нормальный өмір сүріп жатыр дейді. Басқа адамдар үшін бірақ өмірі жаңағы ағасының аты. Дагстың ағасының атын жазу керек мына жерге. Doug's life can be difficult дейді. Оның өмірі өте қиын болушы еді дейді. People follow him in the street. They ask him questions about his brother's wife, who is also very famous, and their 6 children. The paparazzi follow Doug's children, take photographs. Не дейді? Оның өмірі қиындау болып кетіпті. Қалай? Адамдар арттарынан жүреді дейді, көшеде жүрсе, кеп біресе тоқтатып сұрақ қояды дейді. Оның інісі туралы сұрайды дейді. Оның інісінің әйелі туралы, бұрынғы әйелі туралы. Үйінде басқа атақтылар кім бар, оның 6 баласы туралы. Сөйтіп папарацци оларға балалар жайын сұрап, жаңағы фотоға түсіріп маза береді екен. But it also has advantages. I go to film premieres and I meet famous actors. And when I phone people and ask for money for Care to Learn, it helps when I say I am Doug's brother. дейді. Бұның бір жақ плюсы дейді. Премьераларға, киноларға барғанда атақты актерлерді мен танысқанда адамдарға звондаған кезде ақша сұраймын дейді жаңағы организацияға. Көмектесіңдерші деп. Сол кезде мен жаңағы Дагстың інісімін десе болды дейді. Бәрі көмектесе жүрмейді екен. Doug is not jealous of his older brother. He is happy with his life. I see the world of famous people from the outside. I can read it, but my brother can't. Не дейді? Doug қызғаншақ емес, jealous деген сын есім қызғаншақ білдіреді. Өзінің үлкен ағасына қызғанбайды дейді. Өзінің өміріне риза. Атақты адамдардың бәрін жалпы жан-жақтан көру үшін дейді, outside. Мен жалпы бұны тастай аламын дейді, бірақ менің өнім тастай алмас дейді. Өйткені адамдар таниды ғой. Мына жерде Сиде жаңағы 5 түрлі сурет береді де, мынау кімнің жаңағы He's a Carey Mulligan's husband, brother деген тұр ғой мынау. Күйеуі, інісі, сестренкасы, қызы, wife, әйелі, сестрасы, ұлы, інісі, father, әкесі, husband, күйеуі дейді. Яғни бұл осы тәуелдік есімдігін қалай қолданатындығын білдіріп тұр. Одан кейін заттар мынау менің сөмкем, кольцом, whose bow tie is it? Мынау кімнің жаңағы bow tie деген домалақ деген сөз. Домалақ жаңағы тұрған суретте көрініп тұрған галстук. Бұл кімдікі дейді? It's Morgan Freeman's bow tie. Бұл Morgan Freemanның bow tie. Сонда біздің әңгімеміз Morgan Freeman туралы екен. Дагстың бразерс Morgan Freeman болып тұрады. Келесі фамилияға байланысты your mother's mother, мамаңның мамасы grandmother, your father's brother, папаңның інісі не болады дейді. Your brother's sister's daughter, ол не болады? Жаңағы ініңнің или сестраңның несі, ол жаңағы племянник. Your aunt's child, ол кузин бар. Your husband's wife или brother, ол не болады бізге?
миис базы жаңағы және инсан necessary ол кім болады дейді. Осы сөздерді 155-ші бетке барып жаттап ал дейді. Жаңа сөздер. Pronunciation-ға up деген дыбысты береді, а деген дыбысты береді, маза, браза, сан, хазбен, данкл, капл, казын, а деп оқиды екенбіз бәрін. Келесі walk, о, доктор, иә. Own, phone, own, up, come, boot, do дейді. Listen and check деген practice saying words. Who is that? Мынаны тыңдаймыз. Біздің телеграм каналына өтіп, сол жерден аудиованияларды скачать етіп тыңдауыңыздар. Оны сіздер YouTube каналының астында комментарий жазып қойып, сол жерден аша аласыздар. Баяннан аша алмайсыздар. Телефоннан аша алмайды. Сол жерде бүкіл осы кітап, бүкіл аудиованиялар дайын тұр. Сол жерден алыңыздар. Сұрақ болса, жазыңыздар комментарийға. Түсінікті деп ойлаймын, жалпы материал. Мына жерде фотода да сол, Марктікі ма, Селландікі ма, жаңағы кімдікі не, қай зат кімдікі деген сұрақ тұр. Мына жерде 155-ші бетте, міне, father, mother, brother, sister, daughter, son, grandfather, grandmother, aunt, uncle, nephew, niece, cousin, wife дейді. Семьяға байланысты. My wife's mother, my mother-in-law, my husband's sister, my sister-in-law, my mother's new husband, my stepfather, my father's new wife, my stepmother, the person I'm in a relationship with, my partner дейді. Иә? Мына жерде жаттап алады екенбіз. Mother-in-law деген жаңағы келін деген сөздерді білдіреді ғой. New husband деп тұрғаны, my mother's, менің анамның жаңа күйеуі дейді, яғни өгей әке деген сөз. Step деген сөздер, өгей шеше, өгей әке, анау келін, ене деген сөздерді білдіреді. Иә? Бұл жерде жаттап аласыздар.